осы жердегі мұғалім администратор осы жердегі бүкіл галочкаларды белгілеген кезде мұқият болу қажет. Өйткені ол жаңағы галочкаларға басқан галочкаларына сәйкес ұстаздардың соған сәйкесті өзінің заявкасы пайда болады. Ол уже мұғалім заявканы толтырған кезде. Енді осымен біздің жаңағы администратордың рөлі жүйеде бітеді. Қорытындылап кетсек, ол жаңағы педагог білім алу сайтына кіріп, кадрлер бөліміндегі оқытушылардың рөлдерін тарату және баптаулар модуліндегі жалпы мектеп туралы жалпы мағлұматты толтыру болып саналады. Енді келесі кезегіміз ол жаңағы білім алу педагог жүйесіндегі мұғалімнің рөлі. Жаңағы білім ал мұғалім pedagog.bilimал.kz сайтына кіріп, білім ал электронды мектеп жүйесінде қолданылатын логинмен кіреді. Өтініштер модуліндегі аттестацияға өтінім жасау, портфолионы толтыру және өтінішке СЦП-мен қол қою немесе скан көшірмесін тіркеу және тексеріске жіберу болып саналады. Енді бұл негізгі мағлұмат жаңағы мұғалімнің жұмыс тәртібі. Енді ары қарай көшейік. Міне pedagog.bilimал.kz сайтына кіреміз. Өзіміздің электронды мектептегі берілген логин мен парольмен жүйеге кіреміз. И өзіміздің жеке парақшамызға кіреміз. Ол жерден мысалға бізде Алкеева Дария көріп тұрмыз. Оның жүйедегі рөлі педагог. Енді осы жердегі сол жер көкпен боялған жерге басамыз, ол негізгі мұғалімнің профилі болып саналады. Сол біз, получается, мұғалімнің негізгі профиліне кіреміз. Ол жерде мұғалімнің фотосын енгізуге болады. Мұғалімнің аты жөні жазылған, иіні жазылған, жаңағы электрондық почтасы, номер телефоны, скан копиясы енгізілген. Скан копиясы мына жерге куәліктің скан көшірмесін бассақ, онда жаңағы мұғалімнің удостоверениясын көре аламыз. Сосын мына жердегі тағы бір негізгі баспалардың біреуі, ол жаңағы мұғалімнің лауазымы. Яғни ол мұғалім, методист па, воспитатель ма, соған әркім өз лауазымына қатысты өзінің мамандығын таңдайды. Мысалға, мұғалім болса, мұғалім деген бастырманы басады, қай сабақта мұғалім екенін соны басады. Мысалға, мына жерде мұғалім, информатика мұғалімі, информатика элементтер деген жерге информатика деген жазуды таңдаймыз, и сақтау кнопкасын басамыз. Яғни, мына жерде уже бізде осы жерден сақтағаннан кейін біз мына жерге шығамыз. Осы жерде өзіміздің өтінішімізді құрастырамыз. Мына жерде көк кнопканы басып, өтінішті құрастыруды бастаймыз. Өтінішті құрастыру бізде 4 этаптан тұрады. 1, 2, 3, 4. Әр этап, бірінші этап ол өтініш формасы болып тұрады. Мына жердегі профильде толтырылған фотомыз шығады. Жылы өтініш беру күні, ол өзі автоматты түрде беріліп тұрады. Өтініш формасы ол мұғалімдер үшін, портфолио формасы ол мектеп мұғалімнің портфолиосы. Лауазымы, жаңағы сіз профильдегі толтырған лауазымыңыз, и аттестация түрі, кезекті, либо алдын ала. Енді келесі слайдқа көшеміз. Келесі слайдта бізде жаңағы мына жердегі өтініш формуласын жалғасы. Өтініш формуласы, портфолио формуласы, лауазымы жоғарыда айтып кеткендей, ағымдағы жаңағы мұғалімнің санаты, ол санат қай уақытқа дейін қолжетімді болады, және мәлімделген санат. Мысалға, мына жерде модератор болып тұр, мына жерде
педагог, эксперт болуы мүмкін, оны өздеріңіз білесіздер. Сосын егер сіз әлеуметтік педагогикалық немесе психолог болсаңыз, мына жерге галочка қоясыз, немесе арнайы сыныптың педагогі болсаңыз, сол жерге де галочка қосасыздар. И педагогтардың аттестациядан өткізу шарттармен міндетті түрде танысуларыңыз қажет. Мына жерге 3 галочканы басасыздар да жалғастыру сілтемесін басасыз. Енді мына жерде қараңыз, портфолио формасы, мына жерде жоғарыда айтып кеткендей, портфолио формасы ол әр мектептің өзінің жеке формасы болады. Ол форманы сіздер жаңағы администратор жүйеде жаңағы настройка модульдер настройкасындағы жаңағы мектептің негізгі мағлұматтарын толтырған кезде мұқият болу керек. Және соған мына жерге қойған галочкаларына сәйкес портфолио формалары шығып тұрады. Мектепке дейінгі педагог портфолиосы, потом мұғалімнің портфолиосы, и тұрғын үй жатақхана тәрбиешісінің портфолиосы деген формалар шығып тұрады. Сол себепті жаңағы портфолияның дұрыс формасы шығу үшін администратор жаңағы настройка в модуле настройки должен внимательно заполнить вот данные пункты. Прошу прощения. Енді сосын мұны қарай өтініш формасы деген жерде бізде лауазым деген блок бар. Ол егер сіз жаңағы лауазымда мына жерде мүмкін сіз профильде өзіңіздің должностіңізді дұрыс толтырған жоқсыз, мына жерде ол жаңағы галочканы басып сізде подсказка шығады. Так, енді сіздер мына жерде тағы арнайы жоғарыда айтып кеткенде арнайы сыныптардың педагогы болсаңыз, оны міндетті түрде галочка басасыздар, и жаңағы мектептің настройкасындағы мектептің жеке парақшасын толтырған кезде арнайы сыныптар деген жерге де галочка қойылуы қажет. Әрі қарай егер сіз біз мысал ретінде портфолияны толтырған кезде сіз регламентпен және мәліметтер санатымен толық толтырған жоқсыз. Яғни мына жерде қызыл болып белгіленіп тұрады. И сіздер жалғастыру кнопкасы активны болмайды. Өйткені сіз мына екі поляны, это в виде примера мы так сделали, они у вас заполнены красным, и вы не можете заполнить портфолио свое дальше. Сіздер мына, егер сіз сосын осы жерге ораласыздар да, қайтадан регламенттарға галочка басып шығасыздар, и мәлімделген санатқа, жаңағы өзіңіздің санатыңызды белгілейсіздер де, жаңағы мына жерлеріңіз жасыл болып тұрады, және жалғастыру кнопкасы активный болады да, әрі қарай портфолияны толтыруға болады. Келесі слайдқа көшейік. Келесі слайдта ол біздің екінші этапымыз. Ол жерде сіздер өзіңіздің негізгі құжаттарыңызды тіркейсіздер. Мына жерде негізгі құжаттардың тізімі белгіленіп тұр. Мына жерде жасылмен белгіленген, ол жаңағы сіздің жеке куәлігіңіз. Ол жеке куәлігіңіз жасылмен белгіленіп тұр, яғни ол сізде жүйеге уже тіркеліп тұр. Оны біз қалай көре аламыз? Мына жердегі куәліктің скан көшірмесі деген жерге бассақ, біздің куәлігіміз шығады. Егер сосын тағы қараңыздар, документтеріңізді жүктеген кезде мұқият болыңыздар. Мүмкін шатасып біреудің куәлігін жүктеп қойсаңыз, сіздер жаңағы куәліктің скан копиясы деген жерге бассаңыз, мына жерде қызыл крестик болып тұрады. Сол қызыл крестикті бассаңыздар, жаңағы куәлікті өшіріп, қайтадан жаңа куәлікті жүктеуге болады. Енді біздің негізгі құжаттар бөлігі келесі блоктардан тұрады. Тестілеу нәтижелері, эссе, қазіргі санат, білім, біліктілік арттыру курстарынан өткен туралы құжаттар, жұмыс өтілі и марапаттар.
Осы жерде сіздер бүкіл блоктарды толтырмағанша жалғастыру кнопкасы сіздер үшін активны болмайды. Енді осы негізгі блоктарды толтыруға көшейік. Біз тестілеу нәтижелерін енгізейік. Тестілеу нәтижелері және өткізілген күні, қай жерде күні және өзінің негізгі құжатын жүктейміз және сақтау батырмасын басамыз. Онда бізде мынадай тестілеу нәтижелерін блогында жаңағы тестілеу күні шығады, өткізілген орны, қанша балл алдыңыз, и жаңағы документтің өзі шығып тұрады. Егер сіз қателесіп қайтадан дұрыс документті енгізген, дұрыс документті енгізген, если вы загрузили неверный документ, то мына жердегі сіз қызыл кнопканы басып, документті өшіріп тастауға мүмкіндіктеріңіз бар болады. Және мына жердегі көк кнопканы басып, мына жердегі текстке өзгертулер енгізуге болады. Енді қараңыздар, сосын келесі блок бізде эссе. Жаңағы эссенің тақырыбын жазасыздар, жаңағы құжаттың сілтемесін и құжаттың өзін жүктеуге болады. Немесе құжаттың өзі болмаса, сілтемесі болса, сілтемені ғана жүктеуге болады. Егер сілтеме болмай тұрса, жаңағы құжаттың өзін жүктеп, сақтау кнопкасын басып, ары қарай портфолионы толтыруға көшеміз. Сосын қараңыздар, осы жаңағы аттестациялау шарттары өзгеріп, бізде жаңа шарттар пайда болды. О жерде жаңа шарттардың бірі ол эссе. Ал егер сіздер өзіңіздің тестілеріңізді 21 жылда өткізсеңіз, сіздің тестіңіздің срок годности 1 жылға. Сіздің... Так. Дина, выключите, пожалуйста, микрофон. Егер сіз тестіні анау жылда өтсеңіз, оның срок годности 1 жыл болып тұрады. Онда сіз эссе деген блок сізге толтыру міндетті емес болып тұрады. Түсінікті ме осы жер? Енді сосын біз қазіргі санат деген блокқа көшеміз. О жерде толтыру жоғарыдай аналогично болып тұрады. Мына жердегі көк кнопканы басасыздар да, сізде модальда окно пайда болады. Санаттың түрін, өту орнын, қандай бұйрықпен шыққанын, құжаттың өзін жүктеп, сақтау кнопкасын басып, келесі блоктарды толтыруға көшеміз. Келесі блок ол білім блогы. О жерде сіз өзіңіздің дипломыңызды жүктейсіздер. Также бүкіл мына жерлегі түрі, түскен жылы, аяқталу жылы, оқу орны, мамандығы, дипломның сериялық номері деген бүкіл жерлерін толтырып, жүктеу сілтемес, жаңағы дипломның скан копиясын жүктеймізде, сақтау сілтемесін басып, келесі блокты толтыруға көшеміз. Ол біліктілікті арттыру курстарын өткен туралы құжаттар. О жерде де біз көк кнопканы басып, мынадай бізде модальды окно шығады. Бүкіл керекті поляларды толтырып шығамыз, сертификатты жүктейміз и сақтау сілтемесін басып, келесі блокқа өтеміз. Келесі блок ол біздің жұмыс өтілі. Ол яғни сіздердің еңбек кітабыңыз. Еңбек кітабыңыздағы барлық жазуларды жеке-жеке енгізесіздер де, сақтау кнопкасын басасыздар. Және мына жердегі ең соңғы блок, ол жаңағы сіздердің, ең соңғы жазу, ол жаңағы сіздердің жұмыс жасап жатқан жеріңіз болып саналады. О жерге сіздер бүкіл керекті бөлімдерді толтырасыздар да, жұмысты қай уақыттан бастап жұмысты бастадыңыздар, оны белгілейсіздер де, дейін деген жерді толтырмайсыздар, өйткені сіз осы уақытқа дейін осы жерде жұмыс істеп жатсыздар да, сақтау сілтемесін басып,
әрі қарай әрі қарай блоктарды толтыруға көшеміз. Мына жерде бізде толтырылған блоктар көк түспен белгіленіп тұрады. Жұмыс өтілі блогын біз аяғына дейін толтырған жоқпыз. Өйткені сканерленген көшірмені тіркеу деген жер бізде қызылмен бояланып тұр. Вот сол сканерленген көшірмені тіркеу деген жерге басып, өзіміздің еңбек кітабымыздың скан копиясын енгіземіз. Так. Одан кейін марапаттар деген блок бізге міндетті блок болып саналмайды. Егер сіздің марапаттарыңыз бар болса, осы блокты толтырасыздар. Егер марапаттарыңыз жоқ болса, осы блокты толтырмайсыздар. И жалғастыру кнопкасын басамыз да, портфолияны өтінішті толтырудың 3-ші кезеңіне көшеміз. Ол негізгі портфолияның негізгі бөлімдері болып саналады. Так, ол блок бізде келесі жаңағы портфолио бөлімдері келесі блоктардан толады. Білім алушылардың білім сапасының көрсеткіші, үлгерімі нашар оқушылармен жұмысы. Сосын мына жерде әр блоктың қасында сұрақ белгісі тұр. Сұрақ белгісіні бассаңыз, мына жерде сіздерге подсказка шығады. Яғни подсказканың мақсаты сізге жаңағы қандай документті осы блокқа енгізудің қажеттілігін көрсетіп отырады. Сосын мына жерде оқу сапасы, оқытушылар жетістіктері, педагогтың кәсіби жетістіктері деген блоктардан тұрады. Әр блоктар жоғарыда айтылып кеткендей толтырады. Әр блоктың қасындағы көк кнопканы басамыз. Білім алушылар кнопканы басқан кезде бізде мынадай модальды окно шығады. Бұл блоктың білім алушылардың білім сапасының көрсеткіштері болып саналады. Бұл жерде бізде подсказка қайтадан шығып тұр. Сол қажетті материалдың атауын жазамыз, жаңағы құжаттың өзін жүктейміз де, сақтау батырмасын басамыз. Осылай әр блоктарды үлгерімі нашар оқушылармен жұмыс деген блокты да сол немен толтырамыз. Материалдың атауын жазамыз, жүктемені толтырамыз и сақтау батырмасын басамыз. Сонымен оқу сапасын сөйтіп толтырамыз. Оқушылар жетістіктері де сол немен по тому же критерию заполняем. Оқытушылар жетістіктер түрлері деген сияқты оқытушылардың жетістіктері, осылардың барлығын толтырып болған соң, жалғастыру кнопкасын басып, портфолияны толтырудың соңына таяп қалдық. О жерде біз 4-ші этапқа көшеміз. Ол 4-ші этап бізге жаңағы өтінішімізге қол қою. Өтінішті біз ЭЦП арқылы қол қоя аламыз. Мына жерде егер бізде ЭЦП бар болса, немесе қолданба жаңағы заявление үлгісін осы жерден сақтап алып, и заявленияны қайтадан осы жерге тіркейміз. Заявленияның түрін біз осы жерден өтінішті басып шығару деген жерге бассақ, заявленияны печаттап аламыз. Сосын осы жерде осымен біздің портфолияны толтыру этапы бітеді. И өзіміздің өтінішімізді тексеруге жібереміз. Біздің өтінішіміз ең бірінші директорге өтеді. Директордың өзінің негізгі құжаттары бар. Директор оған қол қоятын. Мына жерде біз өзіміздің заявкамыздан көреміз. Заявканың статусы директордың директор қол қою керек деген статуста. Директор негізгі документтерге қол қояды. Ол куәлік, заявление, сіздің дипломыңыз. Ол жаңағы қағаздарды тексеріп, егер барлығы дұрыс болса, өзінің ЭЦП-мен қол қояды.
Так, ары қарай. Мына жерде егер сіздің бір документтеріңіз толығымен толтырылмаған болса, онда сіздің өтінішіңіз директормен қайта қайтарылады. Ол сізге директормен қайтарылды деген статуспен келеді. Оны сіз қай жерін директор сізге түзет деп қайтарып жібер дегенді қалай көрсеміз десеңіз, мына жерде көздің значогы бар. Сол көздің значогын басып, сіз жаңағы өзіңіздің қатеңізді көре аласыз. Вот. Так, мына жерде бізде мысал ретінде вот мәртебесі директормен қайтарылды. И бізде мына жерде получается жұмыс өтілінде скан копиясын қарау. Кешіріңіз, слайд үлкейтесіз бе? Так. Слайдты үлкейтсем, зум может зависнуть, и мы можем не увидеть. Ну, я могу зависнуть. Из-за этого мы в таком, получается, не демонстрацию я включаю. Давайте попробуем сейчас. Так, қазір. Так, мына жерде директормен қол қойылды, директормен қайтарылды деген статуста. Мына жерде өтінішімізге кірсек, директормен қайтарылды деп жазылып тұрады. И бағана жұмыс өтілінде тұр. мына жерде сізде қатесі болып тұрған жер, сіз мына жерде скан көшірмесін қарау деп сілтемесін басып, жаңағы қатемізді көреміз. Жаңағы скан копиясы дұрыс тіркелмеген, яғни вот здесь снизу комментарий написан, скан копия нечитабельный, заменить деп тұр. Яғни директор сіздің Сен кешіріңіз, бізге слайд көрініп тұрған жоқ. Қазір тұра тұрыңыз. Енді естіп тұрсыз ба? Бізге бәрі естіліп тұр, тек қана слайдымыз. Сол себепті сіз бағана енді көрініп тұр ма? Алло? Енді көрініп тұр ма сіздерге? Көрініп тұр. Көрініп тұр бізге. Смотрите, ну вот потому что вот егер мен қазір демонстрация экраны ғылдырып қойсам, онда ол сізге де көрінбейді, маған да көрінбейді, сіз мені естімейсіздер. Сосын сол слайдтарды біз сіздерге жібереміз, и онымен сіз тағы өзіңіз жұмыс жасай аласыздар. Мына жерде бізде получается директормен жұмыс қайтарылды. Ол қайтарылған жұмыс мына жерде бізде қызылмен белгіленіп тұрады. Ол бізде жаңағы жұмыс өтілі деген блок қайта бізге оралып келді. Жаңағы мына жерге скан көшірмесін қарау деген жерге бассақ, мына жерде скан копияның астында бізге комментарий жазылып тұр. Скан копия нечитабельный деген. Яғни директор біздің еңбек кітапшамызды толығымен таныса алмады. Сол себепті жаңағы скан копиясын ауыстыруды сұрап отыр. Ол үшін біз скан копиясын ауыстыруды сұрап отыр. Ол үшін біз мына жердегі крестикті басамыз да, жаңағы скан копияны өшіреміз, и оның орнына басқа скан копияны енгіземіз де, қайтадан тексеріске жібереміз. Мына жерде тексерісте деген статуспен біздің заявкамыз тұрады. Әрі қарай, егер мысалға директор кейбір статуста, кейбір қағаздарыңызды қабылдамаса, мына жерде сізде түзетуге жіберілді деген, и қанша документті түзетуге жіберілді деген хабарлама тұрады. Оны сіз тағы мына жердегі жасыл көзге басып, қай документтерді өзгеруге болатынды қарайсыздар да, өзгерту жұмыстарын жүргізесіздер. Мына жерде мысалға біліктілікті арттыру курстарын өткен туралы құжаттар,
директорге ұнамады. Жаңағы мына жерде астында комментарий болады. Год указан в записи не сходится с годом указан в сертификате. Исправить. Яғни сертификатта бізде басқа ай мен күндер жазылып тұр, а кестеде басқа. Яғни мына жерде қалам несіне значогына басып өзгерістерді енгізуге болады. Мына қаламға басып өзгерістерді керекті бізге өзгерістерді нетіп, қайтадан жұмысты өзгертіп, мына жерде сосын тарих деген кнопка болады. Жаңағы сіздің әр блоктағы жұмыстарыңыз қайтып келсе, жұмыста қандай өзгертулер болды, мына жерде тарих деген кнопкасына басаңыз, жаңағы бүкіл мағлұмат сіздерде шығып тұрады. Одан кейін оқу сапасы деген жерде мысалға сіз бүкіл документті толығымен қыстырған жоқсыз. О жерде сіз жаңағы мына жерде комментарий қайтадан жазылып тұр. Не хватает второго листа деп жаңағы қалам несіне басасыздар. Документті өшірем десеңіз өшіресіздер. И жаңадан енгізесіздер, немесе көк неге басып қайтадан редактау жұмыс, мына жерде қаламға басып, өзіңіздің редакция жұмыстарын жүргізесіздер де. Редакция жұмыстарын жүргізіп болған соң, қайтадан сақтау сілтемесін басып, жаңағы өзіңіздің өтінішті тексеріске жібересіздер. И жаңағы сіздің тексерісіңіз директорден өтіп, тексеріліп, секретарь тексеріп болған соң, жаңағы мемлекеттік қызмет тексерісінде, яғни госуслугада, госуслугаға жіберілсе, мына жерде глазокқа басасыздар да, жаңағы сізге акт приема передачи келеді. А егер сізге мемлекет қызметі жаңағы госуслугада отказ келсе, онда сізде отказ туралы мына жерде қағаз келеді. Оны сіз мына жерде қағаз значогына басып, онымен таныса аласыздар. Ондай жағдайлар, егер сіздерге госуслугадан отказ келіп тұрса, онда сіз өзіңіздің заявкаңызды, егер жаңағы уақыт аралығында үлгеріп жатсаңыздар, қайтадан заявкаңызды құрастырасыздар, қайтадан заявкаңызды жасайсыздар. Міне сіздің акт прием передачи, что вам отказали в госуслуге. Мына жерде қандай себеп, и мына жерге қолдану тарихы деген жерге бүкіл сіздің заявкаңызбен болған іс-шаралар қашан құрастырылды, директор қашан қол қойды, егер директор сіздің өтінішіңізді қайтарса, қашан қайтарды. Сол вся история здесь у вас будет видна. Так. И жаңағы жұмыстың, жаңағы өтініштің статусы мемлекеттік қызылмен, статусы қызылмен белгіленіп тұрады. Мемлекеттік қызмет қабылдамады деген. Так. Ал егер сіздің бүкіл жұмысыңыз тексерістен өтсе, барлығы жақсы болса, тексерісте деген статуста болады. Мемлекеттік қызметтен өтсе, мына жерде қайтадан акт прием передачи қағаз сілтемесіне басып, өзіңіздің акт прием передачаңызды көре аласыздар. Оны также можно распечатать. И комиссияға жіберілді деген статуста көре аласыз. Бұл кешіресіздер, бұл акт емес, атын шатастырып алдым. Бұл жаңағы расписка. То, что комиссия сіздің жұмысыңызды алды, госуслуга сіздің жұмысыңызды қабылдады, и әрі қарай комиссия жұмысына жіберді деген статуста болып тұрады. Егер сізде барлығын комиссиядан өтсеңіз, сіздің статусыңызда комиссияға сәйкес келеді деген статуста келеді.
Енді сіз өзіңіздің куәлігіңізді шығара аласыз. Оны сіз жаңағы өзіңіздің профиліңізге басып, мына жерде куәліктің скан көшірмесін, мына жерде так, скан көшірме деген жерге бассаңыз, өзіңіздің куәлігіңізді көре аласыз. Өзіңіздің куәлігіңізді көре аласыз. О жерде сіздің аты жөніңіз, қандай категория өткеніңізді, категорияңыз қай уақытқа дейін сізге қолжетімді, номері бүкілі беріліп тұрады. Оны также вы можете распечатать. И осымен сіздің жұмысыңыз аяқталды. Енді кішкене қорытындылай кетсек, мұғалім жаңағы pedat.bilimал.kz сайтына кірген кезде ол өзінің білімал электронды мектеп логинімен кіреді. Жүйедегі мұғалімдерді біз өзіміз импорттаймыз. Егер мектепте сізде жаңа мұғалімдер болса, олар мектепте жұмыс істесе, онда біз оларға импорт жасап, білімал педат жүйесіне енгіземіз. Екінші қадам ол сіздің өтініш модулінде аттестацияға өтінім жасау, ол жаңағы жоғарыда айтып кеткен портфолионы толтыру. Сосын портфолионы толтыру, құжаттарды тіркеу, ол жаңағы әртүрлі блоктарға сәйкес документтерді тіркеу. И ең соңында ол сіздің жаңағы заявленияңызға ECP-мен немесе скан копиямен өтінішке ECP-мен қол қою, немесе заявленияның шаблонын распечатать етіп, қол қойып, қайтадан жаңағы жүйеге тіркеу болып саналады. Осымен біздің оқытуымыз аяқталады. Жүйе бойынша және жүйедегі рөлдер бойынша сұрақтарыңыз бар болса, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Сұрақтарыңызға жауап берейік. Кешіріңіз, жаңағы куәліктерді қай жерден алады дедіңіз, көрсетіп жібересіз бе? Куәліктеріңізді сіздер жаңағы профиль бар ғой, мына жердегі көкпен белгіленген. Сол профильге басқан кезде, мына жерде сізде табличка болады, тоже блок. Ол блокта сіздің жаңағы егер сіз бұрынғы сіздің куәліктеріңізді көруге болады, жаңадан алынған куәліктеріңізді көруге болады. Мына жерге берілген күнмен күніне сәйкес. И вот мына жерге скан көшірмесі деген жерге басып, жаңағы біздің куәлігіміз пайда болады. Профилдің ішіне кіру керек, ол үшін? Иә, профильге. Рахмет. Кешіріңіз, менде бір сұрақ бар еді. Мен мынау педатта мен в роли администратора тұрмын, бірақ мен администратор емеспін. Роль қай жерден ауыстырам? Рольді сіз, получается, өзіңіздің роліңізді басқа бір адамға, хотите передать вашу роль, да? Верно я поняла? Мен завуч болған кезде білім алды администратор болып тұрған, одан өзгермегенмін ғой. Мен жаңа кірсем, мен сол жерде администратор. Жоқ, енді қараңыздар, сізге администраторға білім алды педат жүйесіндегі барлық модульдер қолжетімді болып тұрады. Ол үшін сіз жаңағы кадрлер бөлімі модуліне кіресіз. Мына жерде кадрлер бөлімі деп жазып тұр. Осы жерде жаңағы администратор рөлін берем деген адамыңызды табасыз. Осы жер роль деген жерге, мына жерде көк ручканың несіне басасыз, сілтемесіне, и жаңағы сізде мынадай терезе пайда болады. Келесі модальды окно шығады. Сол мына жерде мысалға ол Абенова Айнагүл болсын. Жаңағы Айнагүлдің ролін сіз педагогтан администраторға ауыстырасыз да, сақтау сілтемесін басып, әрі қарай о кісі уже мысалға Абенова Айнагүл сізде уже администратор, и ол сіздің роліңізді уже не администратор қылады, а жай педагог либо заучқа ауыстырып береді, и сақтау сілтемесін басып, әрі қарай жүйеде администратор ролін басқарады. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіздер ме? Менде сұрағым бар еді.
Жаңа айтылды ғой, эссені педаттың жаңа ішіне енгізеді деп, жүктейді деп. Сонда НКТ тапсырғанда педат ашық тұра ма? Мен түсінбей отырмын. Түсінбедім сұрағыңызды. Жаңа эссені осы неге педатқа жүктейміз ғой, иә, эссені? Иә. Егер сіз жаңағы НКТ-ны биыл тапсыратын болсаңыз, НКТ-ның критериялары өзгерді. Сол себептен сіз НКТ тапсырасыз және эссе жазасыз. Иә, эссе жазамын ғой, сол кезде. Эссе жазып жатқан кезде соны педаттың несі сол жерде автоматически ашылып тұра ма? Осыған жібереміз бе сонда? Жоқ. Но енді сол... Сол жазған эссе мынаған түсе ма осы педаттың ішіне? Түспейді ол. Сіз оны бір жерге сақтап қоясыз. Там либо это какой-то вордовский документ, либо какой-то это PDF файл болама. Вот соны сіз сақтайсыз да, и мына жерге эссені толтырған кезде, эссенің тақырыбын жазасыз, және сақталған жерін көрсетесіз жаңағы. Может быть, она где-то вкладкой у вас сохранена. Если вы не можете ее сохранить в виде ссылки, то жаңағы эссеніздің өзін мына жерге жүктеу. Микрофондарыңызды сөндіресіздер ме? Сұрақ қоятын басқа. Адам сегодня. Да, здесь кто у вас здесь? Дат кто? Сатпаев Дарина Олимпиаду. Қайсы жақтан? Химия, география, Қазақстан тарихы. Если орыс класстарына қазақ тілі болса. Русская литература, да? Саида, отключите, пожалуйста. Микрофон. Подумай. Вот смотрите, вот мысалға. Кешіріңіз, бұны біз түсініп отырмыз ғой. Біз түсінбей отырмыз то, что біз, например, эссені жазамыз, НКТ-ның өзінің жаңағында областта, я, мысалы, біз Жаңаарқа ауданындамыз. А потом мы там должны флешкамен біржінемен баруға, потому что мы своим компьютером не будем же там пользоваться. Мы должны это сохранить. Мы же вот не знаем же, мы должны это сохранить эссе, а мы пользуемся другими компьютерами, которые нам предоставляют при тестировании. То есть мы флешку обязательно с собой надо брать и сохранять туда, что ли? Нам же не разрешат с флешкой пользоваться. Сейчас, секунду, подождите. Мен айтысып отырмын, кешіріңіздер, сұрақ қоюға бола ма? Қараңыздар, айтуға бола ма? Эссені өтініш тастағанда қоса жазады маған, иә, білім алып айтқа. Ал тест бөлек ол программасы, да? Ол барғанда жазбаймыз ғой эссені. Жоқ, олай емес. Біз өтініш тастағанда тест эссені жазамыз. Сейчас, можно я скажу, да? Смотрите, здесь вот... Аселя, извините, пожалуйста, скажите на русском языке, пожалуйста. Вот смотрите, эссе ваше поступает в личный кабинет. Вот вы же в НКТ же сдаете же НКТ свое, верно? Да. То есть тестирование у вас там есть свой личный кабинет, верно? Вы в системе же... Она автоматически сохраняется в личном кабинете, да, получается? Да. Все понятно. Потом мы подумали, Нет, что это отдельно. Извините, здравствуйте. Хотела по поводу данного вопроса по эссе. То есть если взять приказ, да, 561, там вы сдаете и НКТ, и пишете потом эссе. А эссе отображается в личном кабинете, там ссылка есть не на нашем сайте, то есть не в педате оно сохраняется, а у вас ссылка там где-то на другом сайте сохраняется это эссе, какой-то личный кабинет у вас, видимо, будет там, и эту ссылку вы просто прикрепляете сюда, в нашу систему. Она автоматически не падает. Точно так же, как вы результаты тестирования сюда вносите, точно так же вы и эссе вносите. Спасибо большое. Кешіріңіз, Балқаш қаласы 25-ші мектеп, мынандай сұрақ. Бейне сабақ, насчет видеоурока. Ол жерде без склеивания, без монтажа, жаңағы 45 минуттық сабақтың кез келген 10 минуттық видеосын қиып түркейтін боламыз. Солай ғой, я мен түсінген бойынша. Ешқандай монтажсыз. Ну, если вы хотите там произвести монтаж, то есть монтаж это получается удаление посторонних шумов каких-то, чтобы не было. Жақсы, я. Жоқ, мен айтам, не сіз немет жаңағы барлық 45 минутты, 40-45 минуттық сабақты 10 минутқа қысқартып қоймаймыз. Кәдімгі 45 минуттық сабақтың 10 минуттық
бөлігін ғана қиып саламыз, иә? Себебі ана жерде сұрақ белгісін басқан жерде без склеивания, без монтажа деп тұр, без... Ну, если там так написано, значит, ну, так же делаете, как вот там прописано в документах. Түсінікті. Жақсы, рахмет. Әсел ханым, бола ма сізден сұрауға бола ма? Конечно. Мен Қарағанды қаласы Нұркен Әбдіров атындағы мектептен бұрын біз мына жерге 3 сабақтың талдау үлгісін салатын едік қой, сонда біреуін жаңа бейне сабақ қылып, қалғанына екеуін талдау парақшасы қылып саламыз ғой сонда, иә? Солай бола ма? Ну, возможно, видите, как бы вот здесь по критериям, куда и какой вы документ будете вкладывать, это вам лучше спросить в отделе образования. Мы, согласно приказу, просто реализовали это, а куда конкретно, вот вы, как вы говорите, там, бейне собак и тому подобное, оны лучше білім бөлімінен сұраласаңыз жақсы болар еді. Сізден сұрауға бола ма? Сіздің поштаңыз телефоныңызға бола ма? Түсінбедім. Әсел ханым, сіздің телефоныңызды поштаңыз алуға бола ма? Ананың бәрін түсіріп алуға өзімізге. Сіз педат школы деген телеграм-чатта тұрсыздар ма? Жоқ, тұрған жоқпыз. Ютубта да, ютуб каналда да бар. Жоқ, біз ондайда жоқпыз. Осы жерге ренжімесеңіз чатқа лақтырып аласыз осы нені? Слайдты. Ссылканы, жоқ, слайдты біз қазір педат школы деген телеграм-чатқа жібереміз. Сол телеграм-чаттың сілтемесін Саида ханым ренжімесеңіз чатқа жібере аласыз ба? Чатқа жіберді уже ссылканы. Вот чатқа жіберді. Яғни сол чатқа өтесіздер, чатқа тіркелесіздер, сол чатта жаңағы осы презентация болады. Сұрақтарыңыз бар болса, сұрақтарыңызды жазасыздар. Сұрақтарыңызға жауап береміз. Мұншамыз келгенше көмектерімізді көрсетіп отырамыз сіздерде. То есть будем вас сопровождать. Да? Бір сұрақ қоюға бола ма? 2021 жылы бізде педатқа заявление жазылған. Бірақ та портфолиясы өтпей қалды. Енді осы жылы қайттан сол тестпен портфолия қайттан өтініш беруіміз керек. Сол берген өтінішімізді копировать етуге бола ма? Сізде, получается, профиліңізде өтініш берілген. Бәрі салып тұр. Бұрын, да, егер сіз барысы 2021-де, но здесь же появились у нас новые блоки. То есть, соответственно, да. То есть вы дополняете их. Қалай кіресіз и өтініш, қайтадан өтінішті құрастырасыз. Да, өтінішті құрастырасыз, но бұрын мысалға тіркелген сіздің трудовойыңыз, егер сіздің образованияңыз өзгермесе, то сіздің документтеріңіз уже тіркеліп тұрады, и оны қайтадан тіркеудің қажеті жоқ. Мысалы, ол жерде жетістіктер ештеңе тіркеліп тұрған жоқ екен. Ну вот, жетістіктер жоқ болса, оны қайтадан тіркейсіздер. Ал мысалы, директордың несінен қайтарып жеріп, қайтадан өзгертіп тастауға болмай ма? Нені? Сосын қараңыздар тағы бір такой момент один. Егер сіздің документтеріңізді директор уже тексеріп, уже өзінің ЭЦПС-мен қол қоятын болса, ол документтер уже жөнделінбейді. Өйткені оған уже печать қойылып тұр. Печать қойылған документтер қайтадан жөнделмейді, и өйткені вот нужно, чтобы директора правильно проверяли ваши заявки, и, соответственно, не то, что директора, а чтобы вы, как педагоги, верно вкладывали свои документы. Менде сұрақ Жанарқа ауданынан. Әселе, бұл нені білім ал педат жүйесін аттестаттаудан өтетін мұғалімдер толтыра ма? Әлде барлық мұғалімдер ма? Жоқ, аттестациядан өтетін мұғалімдер ғана толтырады. Ал жүйеде, аттестациядан өтпейтін мұғалімдерде, отдел кадрлер бөлімінде болуы мүмкін, заявкаларды толтырады тек қана аттестациядан өтетін мұғалімдер. Енді оны толтырғанда тесттен кейін толтыра ма? Жоқ, өтініштерді сіз... Жоқ, өтінішті сіздер уже қазір толтыруыңызға болады. Мысалға, жаңағы трудовойыңызды сканерлеп, жаңағы трудовойдағы барлық жаңағы запистеріңізді, жаңағы
блокқа енгізіп, өзіңіздің білім блогына жаңағы дипломыңыздарды енгізуге болады. Әртүрлі жаңағы нелеріңізді пока енгізіп, жұмысты жасау беріңізге болады. А сосын уже тестті өтіп болған соң, жаңағы тестлеу модуліне кіріп, тестлеу нәтижелеріне кіріп, уже жаңағы алынған сертификаттарыңызды енгізуге, и жаңағы эссені да енгізуге болады. Ал егер өтпей қалған жағдайда тесттен? Ну, значит, уже аттестациядан өте алмайсыз. Ол енгізіп қойған құжаттар тұра береді ма? Да, енгізілген құжаттар ол сіздің профиліңізде сақталып тұрады. Келесі жылы тағы да НКТ-дан тест өтіп, жаңағы уже кейбір блоктарды уже сіз толтырмайсыздар. Өйткені ол уже мысалға как білім деген там. Жақсы, түсінікті. Бір сұрақ қоюға болады ма? Кешіріңіз. Қойыңыз. Мында былай жазылған жаңа заң бойынша досрочный мұғалімдер бар ғой, тестті бір-ақ рет тапсырады деген. Сонда олар досрочный берсе бір-ақ рет өте ме, әлде 2 рет өте ме? Құлап қалған жағдайда ақылы түрде өте ала ма 2-ші рет? Так. Бізде себебі 2000... Можете ответить на данный? Оны сіз бар ғой, кешіріңіз. Сіз оны кәдімгідей жаңа 561-ші бұйрықтан оқисыз. Сіз мерзімнен бұрын беріп отырсыз ғой, солай ма? Иә. Бірінші неден өткен жоқсыз? Жоқ, тесттен ең бірінші рет өтуге беріп тұрмын. Сонда бірінші рет өтсеңіз, онда ақылсыз бір рет қана өтесіз. Я бір рет десе бір рет қана. Екіншісі ақылы, ал құлап қалған жағдайда ақылы негізде өте алам ба? Енді оны сол бұйрықтан қарау керек шығар. Жоқ, оны сіз бар ғой. Жазылмаған. Егер ол жерде жазылмаса, оны сіз лучше білім бөлімінен біліп алыңыз. Білім бөліміне хабарласам сонда, иә? Кешіріңіз, бұл кісілер тест жөнінде емес, осы программа жөнінде ғана түсіндіреді, да? Кешіріңіз, Әсел ханым. Ал бізге ана тест жөнінде басқасы бойынша кім түсіндіреді, сонда қай жерге қарауымыз керек? Оны сіз барып НКТ-дан біле аласыз. Біз тек қана сізге жүйе туралы мағлұмат бере аламыз. Менде сұрақ бар. Әсел, саламатсыз. Рахмет. Менде бір сұрақ бар. Тыңдап тұрмын. Мен профильге кіріп тұрмын да, редактирование. Енді ары қарай категория дегендерді толтыру ашылмайды. Жоқ. Вы, когда вот в профиль заходите, в свой профиль заходите, вы заполняете только вот этот вот момент. Сейчас покажу на слайде. Вот, вы зашли в профиль, вот ваше окно. Здесь вы заполняете вашу должность. То есть вы, если педагогом являетесь, учитель деп белгілейсіз, и қай пәннің мұғалімі дегенді таңдайсыздар, жазасыздар да, сақтау сілтемесін басып, уже мына жерге өтініштер модуліне өтіп, заявканы өтінішті құру сілтемесін басып, заявканы құрастырасыз. И уже сол жерде блоктарды толтырасыз. Жаңағы профильдің астындағы блоктарды толтырудың қажеті жоқ. Ол жаңағы сіз өтініште толтырған кездегі сақталатын мағлұмат. Жақсы. Менде бір сұрақ бар. Мысалға біз қазір осы сәуір айында тапсыратын болсақ, анда білім сапасын толтырған кезде біз 3-ші тоқсанның нәтижесімен толтыра береміз бе? Әлде міндетті түрде жылды тосу керек па? Смотрите, я вам еще раз объясняю, что вот такие моменты, которые касаются вашего образовательного процесса, то есть какие документы, с каким сроком вы вкладываете, вы это лучше в отделе образования уточните. Мы вам можем только по системе вас проконсультировать, куда, что нужно вкладывать, а вы спрашиваете у меня там, қай тоқсанға қатысты қағаздарды жаңағы жүйеге жүктеймін деп. Оған мен сізге жауап бере алмаймын, өкінішке орай. Жақсы, рахмет. Кешіріңіз, тағы да бір сұрақ қойсам. Егер де, мысалы, мектептің барлық мұғалімдері алдын ала толтырып қойса болмайды ма? Егер, или тек қана аттестациядан өтетін мұғалімдер ғана толтыру керек бұл? Жоқ, неге болмайды? Болады.
Болады, мысалға вот мен мысалға аты жөнім Елтай Әсел қанатына да білім алып педагог жүйесінде менің өзімнің жеке парақшағым бар да. Мысалға 10 мамыр күні мен мысалға бір жаңағы курсы повышения квалификации прошла я, да? И чтобы этот документ у меня не потерялся, я его заранее сканирую, и жаңағы по повышению квалификации деген жерге өзінің жаңағы құжатымды жүктеймін да, и ол туралы уже ұмытам. И ол уже туралы, уже аттестация тақалып келетін уақытта, мен ол туралы уже басым ауырмайды. Потому что ол мен уже бүкіл негізгі құжаттарым уже жүйеге жүктеліп тұр. Тек қана уже НЦТ-ға дайындалып, НЦТ-дан өткен кейін өзімнің сертификатымды жүктеймін, и ССМ-ді жүктеймін, бітті. Одан басқа маған уже жүйеде жасайтын жұмысым жоқ. Ал қанша балл соны білуге болады? Рахмет. Ал сұрақ қойға болады ма маған? Қанша балл? Қандай қанша балл? Күзде өткен мұғалімдерді тіркеуге болады ма? Подождите, здесь мужчина вопрос задает. Какой вопрос у вас? Саламатсыз. Саламатсыз. Сарапшы модераторлар қанша балл болады? Жоқ, мен сізге жоқ, оны сіз НЦТ-дан біле аласыз. Қанша проходной балл вы имеете в виду? Жоқ, оны сіз НЦТ-дан біле аласыз. Мен білмеймін, оған жауап бере алмаймын. Жаңа сіздерге ескертілді ғой, бұл кісілер тек қана программисттар ғой, программирование бойынша осы жүйе туралы ғана түсіндіреді. Ал неше күннің ішінде мен қояйыншы. Ана күзде өткен мұғалімдерді тіркейміз ба? Жоқ, олар уже өтті ғой, оның тіркеудің қажеті не? Олар келе жоқ та? Жоқ. Мысал үшін, тесттен өткеннен кейін неше күн ішінде тіркеу керек жүйеге документтерді? Но мысалға вот сіз қазір НЦТ сіз қашан өтесіз? Апрельда өтесіз, да? Апрельде өтіп болған соң сразу тіркеп беруіңізге болады. Қазір вот уже бүгінгі күннен бастап уже портфолиоңызды құрастырып, керекті құжаттарыңызды жүйеге енгізіп, и уже НЦТ-дан өтіп болған соң жаңағы қалған 2 құжатты жүктейсіздер де, уже жұмысыңыз сосымен аяқталады. Белгілі бір уақыты жоқ, я шектеулі? Жоқ. Әсел ханым, мына жерде аттестация, жүйе әкімшілігін ашқан уақытта аттестация деген бөлімді басқанда комиссия құру дейді. Жоқ, оны сіздер 561-ші жаңағы приказбен егер сіз танысаңыз, осы биылғы жылдан мектепте, оқу орындарында ешбір комиссия құрастырылмайды. Модераторға уже білім бөлімінде комиссия құрастырылады, и сол білім бөлімінде комиссия жұмысын жасайды. Сіздер керек емес затқа кірмей қойыңыздар. Сіз администратор болса, сізге тек қана жаңағы кадрлер бөліміне кіресіздер, жаңағы әрбір жүйедегі адамның рөлін бекітіп, бітті. Сосын настройкаларға кіресіздер, и жаңағы мектептің профилін толтырасыз, сонымен жұмысыңыз бітті. Егер сіз мұғалім болсаңыз, жүйеге кіріп, тек қана өтінішіңізді құрастырып, өтініштің статусын қадағалап, сол статусқа қатысты жұмыстарды жүргізе отырып, қайтадан жаңағы комиссияға жіберу бітті. Одан артық ештеңені баспаңыз. Не нужно заморачиваться ненужными вопросами. Правда, мой вам совет. Работайте четко по этому регламенту, который вам сейчас скинут в чат, по нему работайте, и у вас никаких проблем не будет. Сәлематсыз ба? Мен мынандай сұрағым бар еді. Мен былтырғы оқу жылында майдың 17-сі күні тесттен өткем, бірақ портфолиям өтпей қалған. Енді портфолиямды бәрін жинақтап қойдым. Мен уже апрель басталды ғой, міне, уже тіркеле беруіме бола ма? Жоқ, комиссия, получается, вы уже, наверное, скорее всего, вам нужно будет этот вопрос узнать в отделе образования, но, скорее всего, если у вас... Тесттің ответі бар менде. 17 майға дейін, 2022 жылға дейін жарамды. Майдың 22 жылына дейін жарамды, да? Аха, осы алдағы келатқан майдың 17-сіне дейін жарамды.
иә тіркей бересіз ғой әрине. Да, значит, Мен тіркей берем, бересіз. иә. Ал мен естідім, что жаңа тіркегенде бұл жерде андай загрузка сияқты болып қалмай ма, например, мысалға құжаттарды тіркеуге, бүкіл марапаттарды тіркеуге 2-3 күн уақыт жете ма? Былай естідік та біз, ол 3 күнге ғана жарамды, 3 күннен кейін жабылып қалады деген сияқты. Жоқ, нет, 3 күнге жабылып қалған уақыттар, ол значит, комиссияның госуслуганың уақыты уже аяқталады, и одан кейін уже документтер қолданбайды. Но фактически у вас до конца мая есть время как бы загрузить все свои документы. Ну, в вашем случае до 21 мая вы должны свои документы уже отправить в комиссию, так как у вас уже истечет срок вашего НЦТ. Хорошо. Сосын ответі осы неге келеді, иә, бізге анау қай жерге келеді? Куәлігіңіз? Жоқ, өтті ма? Осы неден портфолиомыз өтпеді ма деген сияқты. сияқты. Ең соңғы слайдтарда мен сіздерге айтып шықтым. Жаңағы сіздер өтініш модуліне кіресіздер. Өтініш модулінде сіздер, мысалға, Алькеева Дария өтініш модуліне өтті. Оның өз заявкамды тексеріп отырым. И статусы сәйкес келеді. Ура деп қуанам. Жаңағы профильге кірем. И профильде мына жерде скан көшірме сілтемесін басып, өз куәлігімді шығарып алам. Бітті. Ол жаңағы 2-3 күнде шығуы мүмкін, ол комиссияның қарауына байланысты, да? Иә. Оған біздің қатысымыз жоқ, ол уже комиссияның жұмысына байланысты болады. Әсел ханым, мына жерде мен қазір ашып отырмын. Осы уақытта біз сенің жұмыстан шығып кеткен, жаңағы пенсияға шыққан мұғалімдердің барлығының тізімі тұр. Ол мұғалімдерді сіздер жаңағы телеграм чатқа жаңағы жазасыз. Мысалға, номер 66 мектеп, мынадай мұғалімдер, там Иванов, там еще бір нәрсе, сол мұғалімдердің тізімін жазасыздар да, чатқа жібересіздер. Сол чатта мұғалімдерді мен өзім алып тастаймын. Сіздің ол мұғалімдерді удалить ететін жағдай, у вас нету таких возможностей удалить. Систему могу удалить только я. Жақсы. Сәлеметсіз, кешіріңіз, мен білейін деген мұны. Статьяны салатын жер бар ма? Сол жерде? Қандай статья? Жасаймыз ғой газетке. Я вас не слышу, у вас на заднем фоне ребенок плачет, я не понимаю. Жинаққа шыққан мақалаларды қай жерге саламыз дейді. Статьялар бар ғой, кітапқа шыққан. Марапаттар деген жерге салатын шығармыз? Жоқ, согласно критериям. То есть, если вы сначала ознакомьтесь, пожалуйста, с приказом 561, и там все четко написано. Вот есть приложение 12, критерии оценивания портфолио. И то есть у каждого там имеется свое портфолио, есть портфолио специально для педагогов организации общего среднего образования, и там все расписано. И как называются эти критерии оценивания, и что нужно вкладывать, и на какую категорию. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, рахмет. Әсел ханым, мен сұрайын деген, жаңағы мұғалімдердің құжаттары бар ғой, осы системаға жүктейтін, соларды директормен растау керек пе, заверить ету керек пе? Да, енді мына басында мен жоқ. Как вы имеете в виду, вот, например, вы сделали копию? Дипломы, оқушылардың жетістіктері, например. Жоқ, сіз оларды мен жоғарыда сіздерге айтып кеттім. Сіз оларды электронна қол қоясыз оларға. Жүйеге жүктейсіз, сосын сіздің жаңағы өтінішіңіз директорге өтеді, директор оны тексереді, и өзінің ЭЦП-сімен сізге заверять етіп береді. Қағаз жүзінде сіз ештеңені заверять етпейсіз. Все электронно. Жоқ, бұрын біз бірінші сканер жасадық, одан кейін директорға заверять еткіздік, сосын барып қайтадан жүктедік қой системаға. Жоқ, үйтпейсіз. Жақсы, түсінікті, рахмет. Так, бір сұрақ қояйын деген, өткен аттестациядан біздің бір мұғалімнің портфолиосы өтпей қалды. Сол портфолияның қай құжаты өтпегенін қайдан білуге болады? Жаңағы мұғалім өзінің профиліне кіреді,
өзінің өтінішіне кіреді. Әр блогтың егер жаңағы бір блогы өтпей тұрса, оның астында жаңағы ол қызылмен белгіленіп тұрады. Из тарих деген сілтемесін басасыз, и ол жерде жаңағы қандай қате нені түзету керек жазылып тұрады. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіз бе, сұрауға бола ма? Жаңа құжаттар тізімі деп айттыңыз ғой, сертификаттар, жетістіктер, сосын видео уроктар деп. Сол енді, например, видео уроктарымыз болмаса, сол енді ашық тұрады ғой, сонда біз уже өтпейміз ба? Да. Рахмет. Кешіріңіз, бір сұрағым бар еді. Былтырғы жылы тесттен өте алмай, уақыты бір жылға созылған жағдайда биыл тапсыратын болсаңыздар, эссе жазудың қажеттігі жоқ деп айтып кеткендей болдыңыз, сол рас па, әлде биыл қайта тапсырғанда? Жоқ, егер сіз мысалы 21-ші жылда тапсырып, НЦТ, если вы в прошлом году проходили тестирование, и у вас есть сертификат по НЦТ, например, вы пришли в ноябре месяце, к примеру, то есть же НЦТ сертификаты бір жылға жарамды ғой. Жақсы түсіндім, рахмет. Маған мен бір сұрақ қойсам бола ма? Қоя беріңіз. Педагог модераторға өткізгендерде осы білім арқылы бере ме өтініштерін? Иә. Жақсы, рахмет. Кешіріңіз, мен кеш кіргесін сұрап атым. Эссені жазбайды ғой олар, только портфолиодан өте алмай қалды ғой. Получается, эссе жазбайды. Өтпей алғандар. Былтыр ноябрьда тапсырған жана айттыңыз ғой, сол сертификатты қайтадан загружать етеді. Дұрыс па? Енді эссе не будет ничего, да? Да, все верно. Жақсы. Сәлеметсіз, бір сұрақ қойға бола ма? Жаңа айтып атты ғой, мысалға ноябрь кезінде бір мұғалім тапсырып еді, портфолиода бірақ тестированиядан өтті. Енді ол кісі қазір портфолиосына қайтына салған кезде, ол кісі сабақты видео ролигін жүктей ме, әлде жүктемей ме? Саида, подскажите, пожалуйста. Тағы да сұрағыңыз қайталап жерсеңіз. Ноябрьда мысалға бір мұғалім өтті тестированияны. Бірақ портфолиодан өте алмай қалды. Енді портфолионы осы неде сәуір, мамыр айында жинайды ғой, сол кезде ол кісі видеоролик түсіру керек па, сабақ? Түсіру керек, потому что это касается именно тестирования. Тестирование прошли, то есть не загружаете, а остальные критерии согласно новым правилам загружают. Кешіріңіз, ал енді видеороликте балалар болу керек па, әлде жеке жай түсіре беруге бола ма, балаларсыз? В целом рекомендации по записи видеоурока написаны в приказе, да, в критериях, а какие-то, если детали, там, наверное, лучше уточнить тоже в отделе образования. Там написано 15 минут, вроде 10-15, вот это, да, надо уложиться? Да. Если мұғалімде видеоурок YouTube каналында болса, ол бола ма загружать? Я, вот именно солай примерно надо и загружать. Вы загружаете ссылку, прикрепляете только ссылку, да. Не само видео загружаете в систему, а вы сначала загрузите его куда-нибудь, на какую-нибудь платформу, например, вот YouTube, да, и прикрепляете только ссылку. И самое главное, в настройках там надо доступ открыть, чтобы при переходе на ссылку, ваше видео открывалось. Надо в YouTube именно в настройках это все урегулировать. Хорошо. Обязательно платформа YouTube или можно другое? Можно другое, да, если там у вас есть другие какие-то платформы, куда вы можете загрузить. Самое главное, чтобы оно было доступно при переходе по ссылке. Получается только через какую-то платформу, да? Тағы да бір сұрақ қойсам, мысалы интернетта воспитательдер бар. Олар қандай сабақты видеоға түсіреді? Тәрбие сағатын ба? Интернаты? Воспитатели интернатов? Да. Там, по-моему, сейчас у них свои же критерии оценивания портфолио, поэтому
возможно, они и не загружают сейчас. Неше сабақ салу керек? В зависимости от заявленной категории. То есть, опять-таки, я повторюсь, прежде чем создавать свою заявку, да, подавать заявление на аттестацию, сначала внимательно, пожалуйста, ознакомьтесь с приказом 561, и там написаны все критерии. Что нужно, сколько. Сол жерден шығарып аяқта керек дегендей ручкамен фломастермен Бір-бірден сөйлесіңізші. Ну вот, для воспитателей интернатных организаций тоже нужны видеозаписи занятий. Не менее 10 минут с листами наблюдения. Сонда сынып сағатын жүргізе ме олар? Қандай сабақ жүргізеді деген ой енді? Ол жағын енді уже білім бөлімінен сұрап көріңіз. А насчет вот этого сравнительного анализа тоже будет, да, такая как вкладка, туда загружать надо вордовский документ, да? Ну, у нас форматы. Саида ханым, жаңағы айтқан видео урок міндетті түрде YouTube каналда болу керек па? Жоқ, міндетті түрде именно на YouTube не обязательно, я еще раз повторюсь, на любой платформе. Самое главное, просто нужно вам прикрепить ссылку на это видео, ссылку. А куда вы загрузите это видео, ну это уже ваше право, как бы. Самое главное, чтобы оно было доступно. А ол жақта полный 45 минут болу керек па? Сондай тоже ол жақта 10-15 минут болса бола ма? Да, 10 минут, 10-15 минут. Жақсы, рахмет көп. Бір сұрақ қойымға бола ма жаңағы видео туралы? Видео сабақ. Да. Жаңағы айтып жатыр ғой, енді 45 минут қой сабақ. Ал 10 минут жүктейміз деп жатыр. 10 минут мысалға сабақтың барысын алуға болады, немесе ортасын, немесе аяғын алуға бола ма? Ол жағын тоже уточните, наверное. Лучше у отдела образования уточните, да. В приказе написано 10 минут, а нет, там нету подробностей. Без всякого монтажа. Да, без монтажа. А если будет урывка, это будет монтаж. Значит, одно какое-нибудь это надо, без урывки. Рахмет. Бізге саламатсыздар, бізге солай айтты, үзіліссіз бір 10 минут, 15 минут жалғасымен болатын сабақтың бір бөлігі деді. Тағы сұрақтарыңыз, жүйе бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, мүмкін аяқтауға мүмкіндік беретін шығарсыз, өйткені сағат 4-те қайтадан тағы оқыту болады бізде. Жақсы бағаланып түсінікті. Жақсы, рахмет. Сұрақтарыңыз бар ма? Балқаш қаласы 25-ші мектеп, мынандай сұрағым бар. Логопед дефектологымыз биыл модератор біліктілік санатына тест тапсыратын болады. Енді бұл кісінің 514-ші бұйрық бойынша қараса, бұл кісінің жетістіктері 514-ші бұйрыққа сәйкес конкурстар, сайыстарға, байқауларға қатысқандар жоқ екен. Кісі өзінің балаларымен қалалық білім бөлімінен жіберілген сайыс конкурстарға қатысты, сол жерде мадақтамалары бар. Ал енді... Ал приказ бойынша жаңағы құжаттары жоқ, да? Жоқ. Егер құжаттары жоқ болса, онда ол кісі конкурсқа өте алмайды, өкінішке орай. Жоқ, сізді именно бұндай категория, қараншыш критерий оценивания, да, другой категория бойынша. То есть она же дефектолог, вот у нас вот здесь, вот смотрите, здесь пример приведен, это обычный педагог. То есть она при заполнении своего портфолио, при заполнении своего профиля должна указать, что она дефектолог. И ваша школа при заполнении настройки должна указать то, что у вас есть там дефектолог, психолог. И, соответственно, у него будет другой критерий. Но если согласно приказу у вашего педагога нету документов, то он, к сожалению, не сможет пройти на категорию. Рахмет. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз жоқ болса, сау болыңыздар. Былтырғы жылғы өткен, мысалы, педагог та, мысалы, қандай құжаттар тапсыру керек? Мысалы,
портфолиоға салу керек. Былтыр жылы тесттен өткен педагог бір жылға жарамды ғой негізі. Ну, оны сіз өзіңіздің жүйеге кіріп, өзіңіздің логиніңізбен, пароліңізбен кіресіз, өтінішті құрастырасыз, и ол жерде сізде сол жерден қарайсыздар, қандай құжаттар сізге тіркеу қажет, қандай құжаттар уже тіркеліп тұр. Оны мен білмеймін. Сіздің профиліңізге қыра алмаймын ғой. Жақсы, рахмет. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Тағы бір сұрақ қойға бола ма? Тыңдап тұрмын. Мындай сұрақ, мысалы, менің мамандығым бойынша математика, физика. Мен онда сіз, да. Екеуінен тапсырмай-ақ мен математикамен таңдасам бола ма педагогикадан? Да. Ну, если у вас, например, если у вас, например, вот вы выбираете в профиле лауазымыңыз деген жерге мұғалім дегенді белгілейсіз, и ол жерге математика деп жазасыз, и уже куәлігіңізді алған кезде сіз уже математика бойынша куәлігіңізді аласыз. Оны ескеріп қойыңыз. Түсінікті, жақсы, рахмет. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Саламатсыз ба, егер Қарағанды қаласында тестқа орын болмаса, басқа қаладан тапсыруға бола ма? Оны сіз білім бөлімінен біліп алыңыз. Мен білмеймін, ол сұраққа жауап бере алмаймын. Жақсы, рахмет. Кешіріңіздер, бір сұрақ. Бұл қашаннан бастап іске қосылады? Егер сіздің мектебіңіздің біздің компаниямен келісім шарттарыңыз бар болса, онда сіздің жүйеңіз уже январь айынан жұмыс істеп жатыр. А егер сізде договор жоқ болса, сонда сіз жүйеде жұмыс істей алмайсыз. Кешіріңіз, извините, Асель, а как идет проверка вот всех этих документов в системе после загрузки? Ну, проверяет комиссия, сперва проверяет директор, то есть заверяет основной ряд документов. Нет, это понятно, но потом, например, мы заявляем на исследователя в области, как идет проверка. Ну, то есть Отдельно каждого учителя сидят, заходят, проверяют. Да, создается комиссия согласно вашей заявленной категории и вашей траектории, то есть на кого вы подаете. Отдельно создается комиссия, и заходит туда, работает экспертный совет, работает аттестационная комиссия, работают секретари, все как положено проверяется. Согласно заявленной вашей категории, она отправляется в надлежащую организацию. А, например, если получается так, например, ссылку на YouTube-канал, например, сделали, а вдруг у них там такие нюансы могут быть, форс-мажорные обстоятельства, что у них не откроется, потом из-за этого может не дать категорию. Такое бывает? Извините, да, вот по таким вопросам, да, рекомендуется при отправке заполнения своего портфолио несколько раз перепроверять, да, то есть перед тем, как вот вы заполнили портфолио, прикрепили все документы, ссылки, и перед тем, как нажать, да, отправить на проверку, лучше вы еще раз, каждый педагог, да, должен свое портфолио перепроверить, каждый документ открыть, проверить, все ли загружено, по каждой ссылке пройти, посмотреть, все ли открывается, и только после этого, да, отправить на проверку. И перед тем, как она в комиссию, да, в госуслугу попадает, она проходит внутреннюю проверку еще внутри организации. Но это еще дополнительно будет обучение именно для тех людей, да, секретарей либо заучек, кто это будет проверять портфолио именно внутри организации, мы еще подробно будем обучать. Это все понятно, но, например, в области могут же быть компьютеры с другой операционной системой, например. Вдруг не откроют. Нет, по ссылке-то пройти в любом случае, если главное соединение интернета должно быть, и все. Там уже с технической стороны, ну, конечно, мы не можем все предугадать, это как будет. Но в таких вопросах, если там дело в системе, конечно, сразу обращайтесь к нам. Мы там все вопросы сразу же будем решать. А если там со стороны у кого-то там с компьютером проблемы, то это уже, Ну, получается тоже форс-мажорные обстоятельства, техническая характеристика, а мы же можем не узнать
Вдруг они уже скажут, что мы Нет, уже не если, просили. знаете, ну, всякое может быть. То есть там Кешіріңіздер, может... кеше қазақ тілінде өтеді деген жоқсыздар ма? Кеше орыс тілінде өтті, бүгін қазақ тілінде болмай ма, немене? Қашан өз тілімізді көтереміз? Кешіріңіз. Ондай жағдайлар болып тұрады. Одан ешкімнің сақтығы жоқ. Свет сөніп қалуы мүмкін, жүйе бұзылып кетуі мүмкін. Ондай жағдайлар болып тұрады, что 100% ондай болмайды деп сізге ешкім айта алмайды. Соның кесірінен өтпей қаламыз ба деген қорқыныш. Онда егер жүйенің кесірінен сондай бір жағдайлар болып жатса, онда бізге аттестация комиссия мүшелері бізге хабарлайды. Осындай жүйе ашылмай тұр, свет сөніп қалды, жүйе бұзылып қалды деп бізге хабарлайды, и біз обязательно жұмыстарымызды жүргіземіз и жүйені жөндейміз. Ол туралы сіз уайымдамаңыз. Егер жүйеге қатысты сұрақтарыңыз бар болса. Жақсы, өйткені білім алғашқы ашылған кезде де осындай көп технический неполадки болды ғой. Жоқ, технический неполадкалар болып тұрады. Ага, соны От этого никто не застрахован. Жақсы, рахмет, аға. Сұрақтарыңыз бар ма тағы? Менде бір сұрақ. Саламатсыздар ма? Балқаш қаласы 8-ші мектептен. Бізде осы аттестациямен айналысатын оқу ісі меңгерушісі декреттік демалысқа кеткен, орнына басқа адам келді. Сол адамды мен қалай ауыстыра аламын? Оны басында мен айтып кеткен, оны администратор ауыстырады. Кадрлер бөліміне кіріп, жаңағы администратор болған... Мен администратор. Вот, жаңағы о кісіні сіз алып тастау, хотите убрать ее? Да, я хочу ее убрать, заменить другой. Ну, получается, жаңағы кісінің рөлін ауыстырғыңыз келіп тұр. Да. Кіресіздер жаңағы кісіге көк қалам сілтемесіне басасыз, и жаңағы модальда окно шығады, о жерде роль деген блок болады. Сол роль деген блокта жаңағы кісінің рөлін ауыстырасыз. Оны мен жоғарыда айтып кеткем. Жақсы, онда мен көрмей қалған ғой. Ана кадрлер бөліміне кіресіз, көк қаламның түсіне басасыз, мұндай модальда окно шығады, роль деген жерде жаңағы рөлін ауыстырасыз. Ол жаңағы рольді ауыстыру тек қана жүйедегі администраторға. Администратор мен болып тұрмын. Жақсы онда. Ал басқа кісі, ол сіздің мектебіңізде жұмыс істемей ме уже? Я орнына басқа адам келді ғой, сол кісіні ауыстыруым керекпін ғой, басқа адам. Жоқ, сіз сол кісіні мүлдем жүйеден алып тастағыңыз келіп тұр ма? Я енді ол кісі декретқа кетіп қалса, ол жүйеде қала берсін. Жаңағындай Әсел айтқандай, сіз рөлді өзгертесіз, енді сіз өзіңіздің рөліңізді администратор деп қоюыңыз керек. Мен өзім администратормын, бірақ жаңағы аттестацияны тексеретін басқа завуч бар ғой, сол кісіні, сол жаңағы декретке кеткен орнына басқа келген. А ол кісі тізімде жоқ па? Мектептің тізімінде бар. Мектептің тізімінде бар, бірақ педагогтың тізімінде жоқ, да? Педагогтың тізімінде жоқ. Тогда сіз чатқа жазасыз, осындай мектеп, осындай район, осындай мұғалім біздің тізімімізде жоқ деп. Сосын кейін сіздерге қыздар уже импорттайды ол кісіні. Чатқа қосылу үшін қалай қосыламыз? Мына жердегі Zoom чатқа біз жаңағы Telegram чатқа сілтеме жібердік. Сол сілтеме арқылы өтесіз. Сілтеме арқылы өтесізде педат школы деген Telegram чатқа кіресіздер. Мана қайтадан оны мен сізге чатқа жіберейін. Қайтадан жіберіңізші, өтініш. Әсел ханым, енді мына жерде жаңа мен тізімді ашып отырмын. Мен де жаңа жүйе әкімшілігінде отырмын ғой. Сол жерде бізде психологтардың бәрі педагог болып тұр. Соны ауыстырайын десем, қаламен басып. Ауыспай тұр, рөлде тек қана педагог деген ғана бар екен.
Бұл жүйеде рөлдер мектептегі рөлдерден кішкене өзгерген. Мысалы, мектепте сізде педагог, психолог ол басқа жұмыс атқарады. Преподавательдер олар басқа жұмыс атқарады. Бұл жүйеде олардың барлықтары педагог болып саналынады. Сондықтан олардың рөлдерін барлығында педагог болады. Сіз тек қана зам директор немесе методист немесе секретарь аттестационный комиссия деген рөлдерді қоясыз. Басқалардың барлығы жүйеде педагог болып саналады. Жақсы, рахмет. Сұрақтарыңызды қоя беріңіз, сұрақтарыңыз бар болса. Сұрақтарыңызды, сосын бар болған сұрақтарыңызды телеграм чатқа жазыңыздар. Сұрағыңызды қойған кезде міндетті түрде оқу орныңыздың аты жөні, сұрағыңызды толығыңызбен жазып жіберіңіздер. Сосын тағы бір өтініш, голосовой сообщенияларды жібермеуіңізді сұраймыз. Тек қана тексті сұрақтарыңызды бірнеше рет қайтала бермеңіздер. Сұрақтарыңызды очередіңіз келген сайын сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап береміз. Ешбір сұрақ жауапсыз қалмайды. Ол үшін аламдамаңыздар. Әсел ханым, менде мына жерде 24 мұғалім қазір артық тұр. Жұмыстан шығып кеткен мұғалімдер. Яғни сол 24 мұғалімді сіз маған телеграм чатқа жазасыз. Жезқазған қаласы 7-ші мектеп деп мұғалімдердің тізімін жазып бересіздер де, мен оларды жүйеден өзім алып тастаймын. Жүйеден мұғалімдерді алып тастаудың құқы тек қана менде и Саида ханымда бар. Одан басқа ешкімде жоқ. Wordқа жазып жүктей салуға болады ма деп сұрайын деген тұғым, біліп отырмын. Жоқ, Word, оны өзіңіз білесіз, қалай сізге ыңғайлы. Wordқа жүктейсіз бе, Excelге жүктейсіз бе, тек қана мекеменіздің аты жөні и жаңағы оқытушылардың тізімі. Жақсы. Рахмет. Сұрақтарыңыз бар болса, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Осы оқытумыздың видеосы YouTube-та болады. Сосын слайдты телеграм чатқа жібереміз. Сұрақтарыңыз бар болса, телеграм чатқа жазып, сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Сұрақтарыңыз жоқ болса, оқытуды аяқтауға рұқсат бересіздер ғой. Рахмет сізге, көп-көп сау болыңыз. Рахмет. Рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз. Рахмет сізге, сау болыңыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.